Регистрация процесса. Все, Руслан? Жағдайын атаға? Я спасаю. Нұрболат? Келмеді ғой ешкім, айтыңызшы тезірек. Екі-үш адамға жетіп басталысты. Көбірек болсын да. Подрядчик кім болады? Кім істейді оны, рекультивацияны? Син. Өздері істей ма? Неме? Рекультивацияны өздері істей ма? Мен представитель подрядчика. Қазір түсіндіріп кетем. Тарихын не үшін проект басталды? Бәрін айтады. Орналасқан жерінде көрсетем. Қосылды? Zoom қосылды. Мына экран қосылды? Ауызша түсіндіріп. Экология бәрі қосылды? Жоқ. 11 жыл тура қосылды. 11? Поставишь. Я поставлю. Баста берейік па? Жоқ, 11. Үш екі адам келе ме? Қазір керек үш адам түседі. Зал күшті екен. Бұйырған. Біреу жатып күшті әлі. Мен бір келгенде, сендер ол кезде район болдың. Объявление жүр, парадтық жоқ болды. Осы, шыл бір қойды. Бәрі күшті. Мынандай қай районда жоқ ол. Біз районда барып. Ақырында дамып келе жатырмыз. Молодцы. Надо было говорить правду. Работать, пускай люди. Бастықтың идеясы. Идеясы? Бастық осы райондікі ме? Бастауыш деп болады шығар. Управление қосылып тұр. Все. Баста берейін ба? Келеді ғой. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдаулардың қатысушылары. Өзімді таныстыра кететін болсам, есім Серікболұлы Берна Серікболұлы, Ақжар ауылдық округі әкімінің орынбасарымын. Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасына Қытайдың Синсин құрылыс және даму жауапкершілігі шектеулі серіктестігі филиалы Қалбатау Майқапшағай Қытай Халық Республикасына шығу республикалық маңызы бар автомобиль жолын қайта жаңарту кезінде пайдаланылған Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында орналасқан СП КГС учаскесінде құрылыс тасын өндіру кезінде бұзылған жерлерді қалпына келтірудің жұмыс жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі. Қоғамдық тыңдау жергілікті атқарушы органдардың, мүдделі қоғамдық ұйымдардың, жергілікті тұрғындардың қатысуымен өткізіледі. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Сәлеметсіз бе, құрметті Ақжар ауылының тұрғындары. Бүгінгі жиналыстың бастамас бұрын біз төраға мен хатшыны сайлап өту керекпіз. Төраға ретінде Ернар ағаны ұсынамын, хатшы өзімде Рүстем Мұбараков, тоо жеті жүрген атқарушы директордың. Соған дауыс беруді нетемін, сұраймын. Төраға мен хатшылыққа ешкім қарсы емес пе? Қарсылық жоқ деп. Қолдарыңызды көтеріп жүріңіз. Жиналысты қазақ тілінде өткізуге ұсынамын. Қазақ тілінде өткізуге. Регламентті айта кетейін. Регламент жиналысты ашу 5 минут, баяндаманы оқу 10 минут, сұрақтар жауаптарға көшу 10 минут және қорытынды жасау 5 минут. Регламентке қарсылық жоқ па?
бәрі жақтайды. Енді жиналыстың тақырыбы Қалбатау Майқапшағай Қытай Халық Республикасы шығыс яғни шығу жолы республикалық маңызы бар автомобиль жолын қайта жаңарту кезінде пайдаланылатын Шығыс Қазақстан облысында Тарбағатай ауданында орналасқан СПКГС учаскесінің құрылыс тасын өндіру кезінде бұзылған жерлерін қалпына келтіру жұмыс жобасы. Мына кен орны СПКГС аумағы 4,55 гектар болып табылады. Учаскенің орналасқан жері Толағай деген тау бар ғой сізде. Мына ауылдан 13 шақырымда солтүстік шығысқа қарай орналасқан жері. Толағайдың солтүстік еңіс жері, солтүстік етегі жағы. Баяғыда ол қысқаша тарихын айта кетейін осы кен орнының құрылыстасын. 2019 жылда осы кен орын барлау жұмыстары аяқталған, яғни ол барлаған Қазгерстройдың атынан. Сосын 2019-дан бастап 21 жылға дейін жұмыс жасаған ол, яғни сол жерде жарылыс жұмыстары өткізілген құрылыстасын пайдаланған жолға, Қалбатау Майқапшағайдың жолына. Сол кезде бұзылған жерлері Қазгерстрой өзі жөндемей кетіп қалған. Ал енді бүкіл жауапкершілік 22 жылда Синсин құрылыс компанияға аударған бүкіл. Жолмен қоса оны карьерлердің де жауапкершілігі өзіне алған Қытай Синсин компаниясы. Енді жауапкершілік өтсе, ол міндеті бар карьердің қалпына келтіру жұмыстарын. Енді нақты қалпына келтіру, орысша айтқанда рекультивация нарушенных земель. Оны бір кезеңі болып табылады, техникалық кезеңі. Техникалық кезеңде құрылыстасын 65 градусқа еңісін азайтып, үстінге өсімдік қабатын өндіру кезінде сырып тастапты ғой, оны қайтадан үстіне жабу қарастырылған. Сосын биологиялық кезеңі қарастырылмаған, өйткені биология кезінде шөп егу керек, құртасқа шөпті егсе ол өспейді. Сондықтан қарастырылмаған ол проектта. Негізі карьер 13 километр арақашықтықта жолдан орналасқан, бірақ ол ең жақын сапалы тас болған соң соны пайдаланды проект бойынша. Қалпына келтіру жұмыстары жаз айында өткізіледі. Соның 8 айдың ішінде өткізіп кету керек мына Синсин құрылыс компания жұмыстарды. Сізді жинаған себебіміз мына экологиялық қандай кері әсер етеді. Яғни жұмыстарды қалпына келтіру жұмыстарында екі кері әсері болады. Ол шаңдату, яғни жұмыс кезінде шаң көтеріледі, шаң тозаң. Екінші қатты тұрмыстық қалдықтар. Шаңдатуын азайту үшін бізде водовозбен су сеуіліп, сондай іс-шара қарастырылған. Ал қатты тұрмыстық қалдықтарды темір контейнерге жинап, яғни далаға шашпай, Синсин құрылыс компания өзі міндеттенеді. Яғни осы жобаның инициаторы Синсин құрылыс компания болып табылады. Жобаны әзірлеген 97 жер қойнауы проектировщик. Мен баяндамам аяқталды. Егер мен бір нәрсені айтпай кетсем, егер бір нәрсені түсінбесеңіз, сұрақ жауаптарға көшейік. Орналасқан жері түсінікті ғой, карьер бұзылған жері. Сұрақ жауаптар. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қойып алыңыздар. Жоқ болса? Жоқ сұрай. Бар ма сәке сұрақ? Жоқ, ол болды, бітті. Ол қазылмайды, ол қалпына келтіру дедіңіз ғой, қазақша айтқанда. Орысша рекультивация. Жауып тастайды, болды. Жауып кету. Қарапайым тілмен айтқанда, осы карьераны жою, жауып кету.
проектісі. Ол немен толтырып Ештемен толтырмайды. Үстіңгі внешний отвалы бар, яғни өсімдік қабатының сыртқы баяғы 20 сантиметр. Қайтадан сонымен жауып тастайды. Теңістіріп бәрін. Ол қазір ана терең шұңқыр болып тұр ғой. Иә. Соны жарым уклон жасайды да сай сияқты қылып. Иә. Иә. Содан кейін жаңағы бетін қырып тастаған кездегі қара топырағы бар. Соны қайтадан бетіне жайып өсімдік өсетін деп кетеді ғой. Сай сияқты қылып шұңқыр болып тұрады. мал түсіп Мал түсі бір жарақат алмас үшін ғой. Отын. Адамның және техниканың, малдың қауіпсіздігі үшін сондай қалпына келтіру жұмыстарын өткізу керек. Мына жаңадан тағы адамдар келді. Айта кетейін бе? Жалпы түсінікті ғой, мына толағайдың тұсында етегінде орналасқан бұзылған карьерді қалпына келтіру, жауып кету проектісі осы жерде қарастырылып тұрған. Техникалық этапы ғана болады, биологиялық болмайды. Тас карьерде биологиялық этап қарастырылмайды. Топырақ карьерде, грунтовый карьерлерде тегістеп биологиялық шөпті отырғызады. Инициатор Синсин құрылыс компаниясы. Негізі Синсинға мына жер қойнының пайдалану құқығы көшпеген. Яғни Казгерстрой 21 жылға дейін қазды осы карьерді. Лицензия түрінде. Ал мына қағида бойынша Синсин құрылыс компания шет компания болып тұр ғой, Қытайдікі. Оларға лицензия бермейді. Лицензия ол коммерческий негізінде сатуға болады деген сөз. Оларға рұқсат түрінде, яғни разрешениемен беріледі. Ол бізде Қазақстанда жалпы жер қойнын пайдалану 3 түрі бар. Ол контракт, лицензия және рұқсат. Контракт, лицензия Синсинға берілмейді. Ол коммерческий. Тек қана рұқсат түрінде. Рұқсат түрінде мына карьерді алса, оған бір параметр келмейді. Жолдан 10 километр максимум болу керек ана карьер орналасқан. А СПКГС карьеріміз толағайдың қасында, ол 13 километрде қашықта орналасқан жері. Сондықтан коммерциямен ол өтпейді Синсинге. Рұқсат түрінде де алынбайды. Сондықтан жауып кету проектісін біз сізге ұсынып отырмыз. Картада бәрі көрініп тұр ғой, орналасқан жері. Егер сұрақтар болмаса, управлениеда сұрақ болмаса, осы жиналысты аяқтайық. Сәлеметсіздер ма? Управлениедан сұрақ жоқ? Сұрақ болды. Асты жағына қосаңыз. Тыңдаулардың нәтижелері бүгінгі талқылаудан кейін айтылған ескертулер мен ұсыныстар ескере отырып, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасымен рәсімделеді. Осы тыңдауларда айтылған барлық мәселелер, ұсыныстар мен ескертулер бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ тыңдаулар өткізілгеннен кейін Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурсына 2 жұмыс күні ішінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына көзделген мерзімдерде жарияланатын хаттамада көрсетіледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Иә, болды. Назарыңызға рахмет, қоғамдық тыңдаулар.